6B07501 стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша 9-шы лекция крахмал өнімдері, крахмал, сірне және глюкоза өндірісі. Дәрістің жоспары: крахмал өндірісі, өзгертілген, түрлендірілген крахмал, сірне, мальтозалық сірне. Сіздердің назарларыңызға жүгеріден крахмал алудың технологиялық схемасы беріліп отыр. Крахмал және крахмал өнімдері бұл көбінесе тамақ, медицина, тоқыма, полиграфиялық, қағаз және басқа да өндірістік салаларда кеңінен қолданылады. Крахмал тауарлы өнім ретінде дәнді өсімдік шикізатынан алынады. Крахмал шығаратын кәсіпорын бір бөлігін сауда нүктелеріне жіберсе, ал бір бөлігін крахмал өнімдерін сірне, глюкоза, саго, өзгертілген крахмал үшін қолданылады, яғни түрлендірілген. Крахмалды негізінен картоп түнектерінен және жүгері дәндерінен алынады. Картопты крахмал өндірісінің сұлбасына кіретіндер: жуу, ұсақтау, ботқасынан крахмалдың бөлу, кептіру. Картопты үздіксіз жұмыс істейтін жуу машиналарында жүзеге асырылады. Айналасында жасуша сөлі бар крахмал түйнегі орналасқан. Түйнек жасушаларын ашу үшін картопты мұқият ұсақтау қажет. Ботқадан, яғни ұсақталған картоптан крахмалды бөлу, ұсақтап болғаннан кейін електерде жүзеге асырылады. Дәндер бөліну үшін әдетте електер жүйесін қолданылады. Ботқаны сумен жуып, шайып және електен алынатын есіңтіні қайтадан өткізу қажет. Жуудан кейін алынған шикі крахмал түйірлерге тез бөлінетін қою масса болып келеді. Ол жартылай фабрикат ретінде зауыттары сақталады. Одан құрғақ крахмал немесе крахмал өнімдерін сірне, саго және басқаларын алынады. Өңдеудің алғашқы шикізаты бұл крахмалды сумен араластырады, елек арқылы өткізіледі. Алдымен кептірілген центрифугада өңдеп, сумен жуады. Мұнда оның крахмалдың ылғалдылығы 50-60%-ға дейін түседі. Шикі крахмалды 20%-дан аспайтын қалдық ылғалдылық қалғанша кептіру процесі жүргізіледі. Нәтижесінде ол үгілгіш, ұнтақ тәрізді, яғни болып шығады. Крахмал клистерилизацияланбау үшін кептіру төмен температурада жүзеге асырылады. Бастапқыда кептіру температурасы 50-60 градус температурада жүзеге асырылады. Өзгертілген, яғни крахмал дегеніміз крахмал сірне өнімдерінің жаңа түрі болып келеді. Оның да сыртқы түрі кәдімгі крахмалға ұқсас, бірақ басқа физикалық, химиялық қасиеттерге ие болады. Тамақ өнеркәсібінде өзгертілген сұйық қайнаған крахмал, оны жүгері және картоп крахмалына клейстеризация температурасынан шамамен 50 температурада градус төмен температурада 1% тұз қышқылын қосып, крахмалды сүтті қыздыру арқылы алады. Бұл крахмал өндірісінде сонымен қатар крахмал сірнесі алынады. Крахмалдың толық емес қышқыл гидролизі жолымен алынатын қою шәрбәтті тәрізді тәтті өнім болып табылады. Ол өзінің жоғары құндылығымен ерекшеленеді. Оның 100 грамм өнімдегі калория орташа есеппен 320 килокалорийді құрайды. Тауарлық кристалдың глюкоза крахмалы толық гидролизінің тәтті өнімі толықтай моносахарид немесе глюкозалардан тұрады. Крахмал сірнелік өнеркәсіп сонымен қатар глюкозалық қант немесе тағамдық глюкозаны қоса шығарады. Көп қалдықтарын және тағамдық мақсаттары үшін жарамсыз глюкозамен қоса крахмалдың толық емес гидролизі өнімдерінен басқа қоспалардан және техникалық глюкозадан тұрады. Глюкоза өндірудегі шикізат ең негізгі болып бұл крахмал болады. Глюкоза өндірісінің сұлбасы көбінесе бұл крахмал өндірісінің сұлбасына өте ұқсас болып келеді.
Кристалдык глюкоза жакшы, таза дәмі бар және тез сіңетін жоғары сапалы тамақ өнімі. Өзіндік құны қант қызылшасынан алынады, яғни қант қызылшасының глюкозасына қарағанда 10-15% төмен болып келеді. Кондитерлік нан, тоқаш өнімдерін, жеміс консервілерін, қоюландырылған сүт, балмұздақ, ликер, арақ өнімдерін, кулинария және тағы да басқа өнімдерді алу үшін глюкоза пайдаланады. Глюкозаның сахарозаға қарағанда кейбір жағдайларда өзіне аса бір құндылық беретін біркелкі тәтті дәмі болады. Сонымен балмұздаққа глюкозаны қосқанда оның сапасын айтарлықтай арттырып, жемістік дәмі айқындала түседі. Мальтозалық сірне немесе мальт экстракты крахмалы бар шикізатты ферментивті гидролиздеу арқылы алынады. Сірнені жүгері ұнын, шикі крахмалды және тағы басқаларды өндіру арқылы арнайы арпадан алынады. Мальтоздық сірнені амилаза ферментіне бай уытты қолдана отырып өндіріледі. Жүгері ұнтағында алдын ала егілген қантталған крахмал оның әсерінен диасахарид мальтозасын құрап отырып ыдырайды. Фермент қызметін жылдамдату үшін 65 градусқа дейін қыздырады. Алынған шәрбетті сүзіп, белсенді көмірмен тазалап қоюландырады, яғни қайнату арқылы жүзеге асырады. Мальтоздық сірнені тәтті тағамдар, пряниктер, нан, тоқаш өнімдерін дайындау үшін және асханалық шәрбет ретінде пайдаланады. Мальт экстракты алу үшін уытты экстрактты қайнатып қоюландырады. Мальт экстракт жағымды уыттың дәмі бар, иісі бар, ашық түсті қою тәтті шәрбет болып келеді. Оның ылғалдылығы 25%-дан жоғары болмайды. Ол негізінен көміртегіден, мальтозадан, яғни 60%-дан төмен емес болып келеді. Құрғақ крахмал зауыттарының дайын өнімі, ол өз қасиетін жоғалтпай жақсы сақталады және тасымалданады. Құрғақ картоп крахмалының салмақ, яғни ылғалдылық үлесі 20% болатын болса, жүгерінікі 13%, яғни жүгерінің крахмалының ылғалдылығы картопқа қарағанда төмендеу болады. Сіздердің назарларыңызға аталған дәріс бойынша бақылау сұрақтар беріліп отыр, сонымен қатар қолданылатын әдебиеттер тізімі беріліп отыр.